Саламатсыздар ма, құрметті тыңдармандар? Бүгін біздің бірінші бастайтын тақырыбымыз екі палата парламент, яғни сенатты бірінші президент Назарбаев ойлап тапты ма деген тақырып. Лекция бірінші, Ринат Зайытовке арналған лекциялар жинағы. Жоспары: парламенттің жалпы тарихы және Қазақстан тәжірибесі. Бір және екі палаталы парламенттің қалыптасуы, артықшылықтар мен кемшіліктері. Қазақстандағы сенатты бірінші президент ойлап тапты ма деген сарында өрбиді. Лекциямызды бастамас бұрын Ринат Зайытовтың сөздеріне тоқталып өтетін болсақ, Ринат Зайытов Алматыда өткен митингіде өзі заңдарды оқимын, білімді жетілдіремін, партия ашамын, халыққа көмектесемін деген сарында тізерлетіп тұрып уәде берген еді. Бірақ та Қасқа жол арнасына берген сұхбатында Ринат Зайытов сенатты бірінші президент ойлап тапты, өз ойым деген еді. Бұл сұхбатынан нені аңғаруға болады, нені түсінуге болады десек, Ринат Зайытовтың халықтың алдына берген уәдесін орындамағанын, білімін жетілдірмегенін көруімізге болады. Сол себепті де мен осы лекциялар жинағын дайындауға кірістім, және бұл лекциялар тек қана Ринат Зайытовке емес, кез келген осы билікке араласамын, білімді жетілдіремін, алда осы білім маған қажет болады деген кез келген адам осы менің лекцияларымды тыңдап өзінің білімін арттыруға болады. Енді лекцияларға келетін болсақ, бірінші лекцияның парламенттің шығу тарихына қысқаша шолу жасайтын болсақ. Парламенттің шығу тарихы бастау кезеңі, парламент түп тамыры Еуропада, әсіресе Англияда 12-13 ғасырларда пайда болды. Мысалы, Англия королі мен барондар арасында кеңестер алғашында кеңесші орган ретінде жұмыс жасады. Өкілдік заң шығарушы институттарының қалыптасуы. Енді орта ғасырларда коммонс, ауыл, қала өкілдері, барондар мен шіркеу өкілдері парламент құрамына кірген кезде өкілдік принциптер күшейе бастады. Мысалы, Симон де Монсе парламент 1265 жылы өкілдерін шақырту арқылы өкілдік институттары негізгі болған деуімізге болады. Бұл жерде өкілдік орган дегеніміз және парламент құрылуына ықпал етіп отқан, мысалы, осы адамдардың жиынтығы деуімізге болады. Ал үшінші, заң және билік бөлінуі. Парламент монархтың билігін шектеу, заң шығару процестеріне халықтың қатысуы өсу арқылы күшейеді. Англия азаматтық соғыстан кейін 17 ғасырда парламенттік монархияға көшті. Сол кезде бастап парламент ресми түрде жұмысын бастады деуімізге болады. Міне қарап отырсақ, осы парламенттің дамуына 5 ғасыр кеткен екен, қалыптасып дамуына. Ал төртіншісін алып қарайтын болсақ, 17 ғасырда әлемде екі түрлі парламент ресми түрде қалыптаса бастады деуімізге болады. Олар бір палаталы және екі палаталы парламент. Осы 17 ғасырдан кейін қалыптаса бастады. Бір палаталы парламенттің жалпы тарихына тоқталатын болсақ, ежелгі кезеңдерде ең алғашында өкілдік органдар көпшілігі бір палаталы болды. Ежелгі Афинада халық жиналысы экклесис, азаматтардың бәрі қатыса алатын бір палаталы жүйенің алғашқы нұсқасы. Ал орта ғасырларға келетін болсақ, Еуропаның көптеген елдерінде бастапқыда сословийлік жиналыстар бір ғана орган түрінде жұмыс істеді. Ал жаңа дәуірде 18-19 ғасырларда демократиялық қозғалыстар кезінде кейбір елдер жеңіл әрі қарапайым парламент құру үшін бір палатаны таңдады, ал кейбір елдер екі палатаны.
Қазіргі заманда бүгінде бір палаталы парламент негізінен шағын мемлекеттерде унитарлы жүйеде жиі кездеседі. Мысалы, Жаңа Зеландия, Венгрия, Португалия, Греция, Қырғызстан тағы сол сияқты шағын елдерде енгізілген деуімізге болады. Себебі мұндай елдерде аймақтардың күрделі құрылымы жоқ, сондықтан қосымша палата қажет болмайды. Ал екі палаталы парламенттің тарихына қысқаша шолу жасайтын болсақ, бастау кезеңдері антикалық дәуір, бикамерализм алғашқы элементтері ежелгі Римде байқалды. Рим республикасында екі түрлі орган болды: сенат, ақсүйектердің кеңесі және халық жиналысы. Бұл кейінгі екі палаталы жүйелерге үлгі болды. Бұл жерде шамалы ашықтап кететін болсақ, сенат, ақсүйектер дегенде бізде мысалы ақсүйектер сұлтандар болды, тағын қожалар, тағы да билер, осылар мысалы сенатты құрады десек, ал қарапайым халық мысалы ол бір шалғайда жүрген немесе өзі көшіп жүрген осы ру басшылары және рудың өкілдері осы қарапайым халық деп алсақ болады. Мысалы билікке осылай құрылды десек болады, қазақ дәстүрімен салыстырып өтетін болсақ. Ал орта ғасырларға келетін болсақ, 11-10 ғасырда Еуропада феодалдық сословиеттердің әртүрлі мүдделері заң шығарушы принциптеріне қатыса бастады. Мысалы, Англияда лордтар палатасы, ақсүйектер, дін өкілдері және қауымдар палатасы, қала мен графтықтар өкілдері болып бөлініп шықты. Ал үшінші екі палаталы парламенттің қалыптасу кезеңі 14-18 ғасырларға тура келеді. Англия үлгісі 14 ғасырдан бастап екі палаталы парламент тұрақты жүйеге айналды. Бұл модель кейін көптеген елдерге тарады. ақш 1787 жылы Конституция конгресті сенат және өкілдер палатасына бөлді. Францияда 1789 жылы ұлы француз революциясынан кейін парламент үш сословиеттерден тұрды. Бірақ кейін конституциялық монархия тұсында екі палаталы жүйе енгізілді. Бір және екі палаталы парламенттің артықшылықтар мен кемшіліктеріне салыстырып тоқталып өтетін болсақ, бір палаталы парламент артықшылықтары жылдам шешім қабылдау, заңдарды тезірек қабылданады, қаржы үнемдеу, сенат ұстап тұру шығындары қысқарады. Халыққа жақын барлық шешім тек сайланған мәжілісте қабылданады. Бірақ та екі палаталы парламент артықшылықтары аймақтық тепе-теңдік, сенат арқылы әрбір облыстардың ірі қалалардың өкілдері заң шығару процесіне қатысады. Бұл Қазақстан сияқты үлкен ауқымақты ел үшін маңызды. Тежемелі тепе-теңдік. Мәжіліс асығыс заң қабылдаса, сенат қайта қарайды. Саяси тұрақтылық. Жоғары палата көбі кәсіби саясаткерлердің құралып, мәжілістегі саяси тартыстар теңестіре алады. Ал Қазақстандағы сенатты бірінші президент ойлап тапты ма деген тақырыбымыздың өзегіне келетін болсақ, шын мәнінде қалай болды? Кеңес одағы 1991 жылы тарағаннан кейін 1990 жылы алғашқы конституция бойынша Қазақстан жоғары кеңес болды. Бір палаталы парламент. Ол кезде сенат деген орган болған жоқ. 1995 жылы 30 тамызда бүкіл халықтық референдум арқылы жаңа конституция қабылдады. Осы конституция парламентті екі палаталы етіп бекітті. Мәжіліс төменгі палата, сенат жоғарғы палата. Тәжірибеде, яғни сенат Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін 1995 жылдан бастап ресми түрде құрылды және қазіргі күнге дейін жұмыс істеп келеді. Сенат және мәжіліс. Қазақстан жағдайында қалай? Қысқа мерзімді бір палаталы парламент үнемірек әрі жылдам шешім қабылдау мүмкін. Ұзақ мерзімде екі палата парламенттік тиімдірек. Себебі Қазақстан аумағы кең, аймақтық ерекшеліктері бар. Қазақстан унитарлы мемлекет болғанымен аумағы өте үлкен. Әлемде 9-ші орын. Аймақтар саны көп. Облыстар республикалық маңызы бар қалалар.
саясий турактылык пен тепе-теңдик кажеттүүлүгү заңдардын сапалы талкылоодо асығышка жол берүүгө болбойт. Заңдардын сапасы мен саясий тепе-теңдик үчүн кошумча сөзгө Сенат кажет деп айтуубузга болот. Корутундулай келе, эки палаталуу парламент тарыхый эжелги Римден баштап алып, Англия аркылуу азыркы заманга жетти. Онун негизги миссиясы заң чыгаруу, тепе-теңдик орнотуу, ар түрдүү әлеуметтик жана аумактык топтордун мүдделерин көрсөтүү. Көрүп турганыбыздай, Назарбаев ойлоп таппаган экен, дамыган элдердин тажрыйбасына сүйөнгөн. Назарбаев сунган эки палаталуу парламенттин пайдаланатын дамыган мемлекеттердин тизимин карайтын болсок, АКШ, Улуу-Британия, Франция, Жапония, Италия, Канада, Германия. Осы дамыган мемлекеттердин жүйөсү эки палаталуу парламенттерден куралат экен. Бизде осы дамыган мемлекеттердин тажрыйбасына сүйөнгөнүбүз дурус деп ойлоймун жана тәуелсиздик жылдары осы модель өзүнүн турактылык куралы ретинде көрсөттү. Сондуктан азыркы жагдайда эки палата парламент Казакстан үчүн тиимдирээк деп айтууга болот. Пайдаланган адебиеттерге келетін болсақ, көптеген интернет ресурстары және Қазақстан Республикасы Конституциясы, парламенттің ресми сайты, Қазақстан парламентаризм тарихы, история KZ сайттары біздің немізге лекциямызға арқау болды. Осы әдебиеттерді пайдаландық. Назарларыңызға рахмет. Келесі лекцияларда кездескенше.